қуғын сүргін. Бұл халқымыздың жүрегінде жазылмай қалған жара. Әділетсіз айыптар, жазықсыз атылғандар, айдалып кеткен мыңдаған боздақтар. Бір отбасының емес, тұтас бір ұлттың тағдыры қиылды. Сол бір қаралы жылдары халқымыз еркін ойы, тілі, мәдениет үшін жапа шекті. Алаштың асыл азаматтары, ғалымдар, жазушылар, ұстаздар, халық жауы атанып өмірлері қыршынан қиылды. Бірақ біз өткенді ұмытпаймыз. Өткені тарихты білу, болашақты қорғау. Бүгінгі тәуелсіздік сол құрбан болғандардың аманаты. Біз олардың рухына тағзым етеміз. Жазықсыз жандардың есімдері ешқашан өшпейді. Қуғын сүргін қасіреті бізді бірлікке, әділетке, бейбіт өмірді бағалауға шақырады. Қара бұлттай қаптаған қуғын сүргін жылдары халқымыздың үні өшіп, санасына қорлық көрді. Алаштың ардақтылары халық жауы атанды. Жарық жолда армандаған талай жан қапаста жан тапсырды. Бүгін біз сол арыстардың рухына тағзым етіп, олардың аманатын жалғап келеміз. Тарихты білу, ертеңді сақтау. Бұл тарихтың жүрекке салған жарасы. Қуғын сүргін құрбандардың рухына тағзым етеміз.